Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін атышулы Free Fire ойынын бірінші рет ойнамақшымын. Мына ойынның алдында пробный ойын ойнадым. Ал енді шынайы адамдармен ойнаймын. Ал сәттілік. Қазір экран кішкене жыпылықтайды, себебі мен оны телефонның записіне жазып жатырмын. Сол үшін ренжімейсіздер. Қазір мен түсінгенім бойынша дайындық болып жатыр. Мен әйтеуір жүгіріп барам, арасында секіріп қоям. 3, 2, 1. Ал бастаймыз. Негізі көп ондай ойындарға қызыға бермей, және мен ойын мүлдем ойнамаймын. Ал көрейік, қалай болады екен, ұнайды екен. Не ойынның басында кішкене экран жабықтауда, үндемеңіздер, келесі жолы барлығы жақсы болады деп ойдамын. Адамдардың барлығы жерге түсіп жатыр. Қазір біраз күтейін, сосын мен де түсем. Ал секіруге уақыт келді, секірдім. Кішкене қобалжудамын негізі ойын болса да. Ал енді көрейік қалай болады екен. Ал енді парашютті ашайық. Жерге түсіп барамын, көреміз. Сразу өліп қалмасам болды негізі. Ал көрейік. Енді пистолет, қару-жарақтар алып жатырмын. Негізі көбін атауын білмеймін. Бірақ енді бірінші ойын болған соң, және де қыз баласы болған соң, кішкене қорқам. Так, ешкім көрінбейді негізі. Қару-жарақ алып жатырмын. Қазір ал енді газ шығып көрейік. Қалада бар екен. Ой, біреуді атып жатырмын. Бірінші рет. Басқа адамдар бар ма екен, жоқ па екен, көрейік. Настройкамды жөндеп алайын. Біраз қарайын. Кішкене болсын ойын үйреніп қалдым. Жанымда бір адам. Жақсы болды. Ой, атпа маған. Кешірім сұрайым. Эмоциялы ойын болғаннан кейін мен өз эмоциямды айқын білдіріп жатырмын негізі. Ал енді біраз даланың бәрін қарайық, көрейік. Бронежилет алынды. Ал көзделіп кішкене. Біреу маған атты. Ал көрейік. Ал енді иммунитетімізді көтерейік. Ал енді біраз қарайық барлық жақтарды. Жүгіріп бара жатырмын әйтеуір. Барлығын көргештім, себебі кішкене қорқамын негізі. Көп жерде қатты түріне қарасам 13 қару болыпты, сол себепті алмадым. Ой, біреу атып жатыр. Енді цель негізі жақсы нәрсе екен. Алыстан өтуге болады. Ақ адам қалды, ал енді ары қарай көрейік не болатын. Негізі былай қарасам қолымнан кішкене болсын ойнау келеді екен. Зона кішіреп бара жатыр. Зонадан тыс қалып қойсаң, адам жаны азая береді. Уже кішкене болсын
жизньім азайып барады. Енді қазір зонаның ішіне қайтадан кіруге тырысамын. Жүгіріп бара жатырмын, алайда дұрыс болмай жатқан сияқты негізі. Ай, көмектесіңдер. Ана жаққа қарасам, тағы бір адам сөйтіп қашып бара жатыр екен. Зонаның ішіне кіруге тырысудамын. Кірдім. Жақсы болды негізі. Кешірім сұраймын да техникалық ақауларға. Вот, тағы бір адам. 25 адам қалдық. Ешкім жоқ. Ой, адам. Иммунитет көтеріп алдым. Бәрі ойдағыдай. Жүгіруге жеңіл болу үшін биттан алдым. 24 адам қалдық. Ай, біреу атып жатыр. Қазір. Телефоннан жазып өткеннен кейін, ол телефон ішіндегі емес, яғни наушнигімдағы дыбыстарды ғана жазып алады. Ой, қаш кетті. Барлығы қаш кетіп жатыр. Үлгермей қалдым. Жоқ, дұрыс. Тағы да 20 адам қалды. Мына МК деген қару маған негізі қатты ұнап қалды, себебі көздеуге болады алыстан. Және де өте жақсы. Жан жақтың бәрін қараудан, бірақ адам жоқ. Ой, атып жатыр. Ой. 17 адам қалды. Ана жақта 2 адам атып жатыр. Жоқ, олар уже жоқ. Он 4 адам қалды. Зона кішірейіп бара жатыр негізі. Отырып тұрып жатырмын, себебі басқа тисе, адам сразу өліп қалады, сол себепті. Мен осы айтып отырған нәрселердің бәрін өткен пробный ойында түсіндім. Мына жақта бір адам тұр, соған барып көрейік. Он 3 адам қалды. Мені қосқанда әрине. Ой, басқа біреу өлтіріп тастады. Атпа мені. Зона кішірейіп бара жатыр, ал енді біраз ішке қарай кірейік. Бір секундтан кейін зона кішірейді. Енді 3 адам қалды, яғни мені қосқанда. Негізі бұл ойын қызықты, бірақ
Мен үшін барлығы жаңадан. Зона кішіреуде. Не көріп тұрғандар зона кішіреу жатыр. Кішкене тұра тұрайық, себебі ана адамдар көрінбейді. Ешкім жоқ сияқты. Енді бір-ақ адам қалды. 2 адам қалды, бірақ менімен қосқанда. Енді бір адамды жоқ болса, болды. Жеңіске жеттік, ойын бітті. Барлығы жақсы деңгейде өтті деген ойдамын, және де қалай бар, солай ойнадым. Көргендеріңізге рахмет. Осы жолы мотивациялық видео болған жоқ. Адам қызығушылығына байланысты видео болды. Егер сіздерге ұнап жатса, тағы да осындай видеолар түсіремін деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет.